Ат сүрініп болған ақыл тапқан ардақ ағайын, ассалаумағалейкум. Ауыл бұл қазақтың қаймағы бұзылмаған қазыналы құт мекен екенін бәріміз білеміз. Осы құт мекенге жуырда үлкен саяси бастама келді, яки елімізде ауыл әкімдері сайланып жатыр. Ауылдағы тұрғындар өздері бағдарламасын дұрыс деп тапқан, осы туған жерге ауылға пайдасы тиеді-ау деген атпал азаматтарды сайлауда жеңуіне мүмкіндік беріп дауыс беруде. Дей тұрғанмен ауылда сайланған әкімнің бірі әрине мемлекеттік құжатнаманы, іс қағазды, мемлекеттік сатып алуларды толыққанда білмеуі мүмкін. Бірақ халықтың даусына ие болды. Енді ол азаматтарды ары қарай мемлекеттік қызметке бағыттау, барлығын үйрету бұл біздің яки орталық мемлекеттік органдардың міндеті деп білеміз. Сондықтан да әкімдер мектебі жасақталды. Қазір ол жерде 2000-нан астам азамат оқып жатыр. Мінекей осы аптада да біз арнайлап Жарлыкөл ауылдық округіне келдік. Бұл жердегі әкімнің осы әкімдер мектебінде оқу барысында жасаған скринингін, ауылдық жерлердің проблемаларын көрдік. Одан бөлек оның шешудің жолдарында көрсеткен барлық жоба жоспар тұжырымдамаларымен таныстық. Ендеше өзінің аузынан естейік. Дәл осы Жарлыкөлге жақында қандай жағдай жасалады? Осы сайланған әкімдерді бір ортадан тәжірибесін арттырайық, білім білігін арттырайық, ары қарай елдің, халықтың жағдайын жақсарту үшін, әлеуметтік тұрғыда жұмыс істеу үшін, басқа да елдің жаңағы кірісі бар, шығысы бар, алыс берісі бар, барыс келісі бар дегендей, сол бағытын нақтылау мақсатында әкімдер мектебі құрылды. Жалпы енді өзіңіз әкім болғаныңызға қанша жыл тәжірибеңіз бар? Содан бастайық мәселені. Мен осы негізі ауылдың тұрғынымын, осыны туып өстім. Биыл мен 12-ші жыл осы ауылда жұмысты атқарамын. Бізде өзі мынау оқу жақсы өтіп отыр деп айтайын. Бірінші рет осылай офлайн, онлайнмен болып отыр дегендей. Мен сол жерден білетіні ауылдың жағдайын көтеруге болады. Именно жаңа әр үйдің, әр ЛПХ дейміз ғой. Мысалы, кімде 4 сиыр, 5 сиыр сауатта жаңа сүтті өздерінің туыстарына бір жерге жібереді. Соны ол жерге сата алмайды дегенде, үлкен неге бара алмайды? Рынокқа шыға алмай жатыр оны. Енді шыны керек, қонаққа шақырады бір-бірімізді сол жерде, мәулет не істедің, оқуда не берді, өзі пайдасы бар ма? Или текке үкіметтің ақшасы кетіп отыр ма сендерге дегенде. Осындай ақсақалдар сұрақ қояды маған. Сол қонақта айтқан әңгімені бізге айтып беріңіз. Иә, соны мен айтып жатқаным. Я говорю, бар, жақсы деген бізге программаны үйретіп жатыр, жаңағы искусственный интеллектке үйретіп жатыр дегенде. Егер біз жаңағы СПК ашсақ, біз мысалы маңайымызда Астана өнім деген үлкен не бар бізде, молочный товарный ферма бар, Астана өнім. Ол кісімен мен сөйлестім алдын ала. Я говорю, егер біз осылай істесек, СПК ашсақ, сосын осы бір шамалы бір танкер холодильник алсақ, соны СПК ретінде сізге қалай тапсыруға? Алам дейді. Менің мощностьым жетеді. 20 тоннаға суткасына мен өнім істей алам дейді. Енді ауылдан қанша ашады? Бір 2 тонна сүт берсем, проблем жоқ дейді. Скрининг жасадыңыз әкімдер мектебінің аясында, дұрыс қой? Дұрыс. Басқа тағы қандай жаңа кәсіптің көздерін ашуға болады? Енді осы елді мекенде. Уже скрининг бойынша мыналарды пайдалануға болады бізге. Осы бөлінген генпланмен мысалы участоктар. Мысалы, мынаны айтып кетсек, міне жаңа оқудан кейін скрининг бойынша жасағандарыңыз, иә? Иә, мына мысалы міне 57, 42. Міне 42-де мини пекарня салуға болады. Біреу мысалы келсе, аманаттан жаңағы 2,5% кредит алсақ, мен жаңа пекарня салайын деген. Сонда міне көрсетейін. Міне 42-ші неде? Уже мини пекарня бізде бар. Келіп сала бересіз, арыз жасаңыз болды. Мына бизнес тізімін бересіздер, осы бойынша таңдап алады, дұрыс па? Міне, цех по производству стеновых блоков дейді. Астана жақын бәрібір міне. Өзгерді 10 жыл бұрынғы мен бүгінгіде. Өзгерген біраз нәрсесі бар. Интернет жағымен, мысалы, ауылда бала бақшаға міне салынып отыр бізге. Міне мына бағдарлама бойынша жақсы отделениеде ФАП салып отыр. Осы жалғыз ауылдың амбулатория салып отыр. Енді күндіз стационары болады. Қазіргі осы 1-2 жұмадан кейін ашамыз оны. Біздің президент қалай айтып кетті? Мал асырау біз білеміз, асырай аламыз оны. Бірақ та ары қарай жаңа өнімді өндіру үшін бізге переработка керек. Соны біз істеу керекпіз. Содан ары қарай адаммен қалай дұрыстап сөйлеу, соны да үйретіп жатыр. Мысалы, міне скрининг бойынша валовый сбор мяса говядина дейді. 129 тонна жылына біз тапсырамыз. Мысалы, қанша бізде бір жылда сүт аламыз. Міне коровье молоко дейді. 15,464 тонна біз сүт аламыз. Келесі оқуда бізде үйретті. Культура картофель 6 гектарға. 6 гектарға міне біз санап отырмыз. Қанша урожай нәсті, сосын қандай, мысалы, минералдық удобрение керек оған, жаңа транспортировка, внесение дейді, жаңа спашка жаңағы, содан міне фрезерование,
погрузка минеральный, удобрение, посадкасы бар, қанша сантиметрға, соны түгел. Осы технологическая карта дейді. Соны технологическая карта полностью міне шешімі бар бізде. Оның біз шыны керек, оны білген жоқ. Бізде құс көп қой. Құс жетеді бізде. 9000-нан астам құс бар қателеспесем. Сол өйткені құс ол сізге келгенше қойыңызды құсыңызды санап келдім мен. Ол тез жеңіл табыс. 2 айда жаңа балапаннан уже үлкен құсқа шығараса, оны сату уже. Сосын жұмыртқа сатса да, мысалы қазір орталықтарда бізде табиғи жұмыртқа жетпейді ғой. Инкубатордан шыққан жұмыртқа оның денсаулыққа да зияны бар. Ол да проблема. Қазір айтты жоқ та ол. Қазір үйдің жұмыртқасы жоқ, өзі жетпейді. Ауыл халқы өзі жеп жатыр, қалада халқы жұмыртқа таппай жүреді. Таппай жүр. Ол шыны керек, ол келеді жаңағы өздері әр үйдің өзі потенциальный клиенттері бар. Маған мысалы жұмасына бір 100 жұмыртқа алып келіп беріңіз, ол бір үй дегенде. Сол мен қайтадан айтып жатқан, сіз 100 жұмыртқамен жүргенше СПК ашып, сен мысалы мына жұмыртқаны 70 теңгеде сатсаңыз, СПК арқылы сіз одан да көп неге аласыз? 50 теңге пайдасы неге? Мына жақта мен 70 теңгеден сатсам, а СПК-да мен 50 теңгеден сатсам. Сіз оны негізі объем біріншіден. Сіз күнде жаңа сол кісісі патсаң 100 жұмыртқа сіз күнде алып отырмай ма? А сіз күнде сол жұмыртқаны. Содан СПК-ға енді ең бірінші несие енді СПК-ға беріледі. Сол үшін сіз жаңа үйде 10 тауық салсаңыз, еседе мүмкіндік бар 20-30 тауық салуға. Соған определен ғимарат салуға болады. Мына әкімдер мектебіне кооператив құрамыз, экономикалық жоба жоспар жасаймыз деп жатсыз. Кооператив жаңағы оны кооператив ұйымдастырсақ, жеңіл болады. Малды да өткізу, жаңағы техниканы алуға деген несиені алуға, жаңа 2,5%-ға әрбір келген адамға несие бермейді. Өздерің білесіз, қазір банк второй уровня барсаң 25%-дан сіздерге несие береді. Бірақ та оны қайтару керек қой ары қарай. Оны жаңа малды, оны жеткізуге жаңа өзі сойғаннан кейін оны жеткізу 1,5-2 жыл оны ұстаймыз. А мына жерде бағдарлама жақсы. Мысалы 2,5%-бен береді, 2 жыл жеңілдік бар ол жерде. Сосын ары қарай міне 2,5%-дан аласың, сол СПК ретімен жұмыс істеп, ары қарай соның нәтижесін білдіріп, соны өнімді сатасыңдар. Мен ойлаймын, СПК жақсы нәрсе, негізі оны ашу керек. Оны халыққа дұрыстап түсіндіріп, жеткізу керекпіз біз бірінші. Одан қашпау керек. Ертең біз бәрібір соған келеміз. Жаңа қанша малдың саны бар, соған қарап сендерге қанша шөп керек. Мысалы, әр жылдар неше түрлі болады. Мысалы, сүтті аламыз. Сүтке ертең бізде қанша мал сол біз сүтті жаңа СПК ретінде көрсетсек, біз субсидия аламыз оны. А жай қарапайым халық оны ала алмайды субсидияны. Ол жаңа ауызбен айтады, мен 1000 тонна сүт тапсырдым, соған маған жаңа субсидия бермейді. А СПК-да уже кәдімгідей уже не жүргізеді уже. Контроль болады. Уже полностью жаңағы бухгалтерия жүріп отырады. Сол жерде уже тексеріп, қанша бізде мал бар, қанша біз сүт тапсырдық, қанша ет тапсырдық, қанша картоп тапсырдық, сол нәтижесі біз СПК көмектеседі. Сол үшін мен айтатын СПК ашу керек. И жаңағы біздің оқу жақсы нәтиже беріп отыр. Жаңа айтып отыр, топ-топпен жұмыс істегеннен әкім бір-бірімізді біліп отырмыз. Бір-бірімізді танысып отырмыз. Олар өздерін білген нәрсені бізге айтады, олар білмеген нәрсені біз беріп отырмыз оларға. Рахмет.